Сондықтан да орамалды шешу, жалаңаш жүру, бұл адамның иманның әлсіздігі ұятының аздығынан, жүрегінде тақуалықтың киімі жоқтығынан. Өйткені Алла тағала Құранда: «Я бани адам, қад анзална алейкум либасан». Сендерге біз киім жараттық. Юари сауатикум вариша. Сендердің әуреттеріңді жауып тұрады ол киім. Және де сендерге әдемілік зейнет беріп тұрады. Валибасу тақуа залика хайр. Бірақ тақуалық жүректің киімі одан да жақсырақ деген. Сонда адамның жүрегіндегі киімі өзгерген кезде адамның денесінің киімі өзгеріп кетеді екен. Адамның жүрегінің киімі ашылып шешіліп кеткен кезде адамның денесі де ашылып шешіліп кетеді екен да. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты ғой: сендердің денелеріңде бір ет бар, ол түзелсе бүкіл дене түзеледі, ол бұзылса бүкіл дене бұзылады. Ол жүрек деді. Жүрек орамалға келген болса, дене орамалға тез келеді. Жүректен орамал шешіліп кеткен болса, жүректе тақуалықтың орамалы болмаса, онда ол адамның денесінен де орамал шешіліп кетеді. Орамалды шешу мен орамалды кию ол адамның денесінің жұмысы емес, ол адамның жүрегінің жұмысы. Сондықтан да адамды қараламастан бұрын, мынау орамалын шешіп сапты, мынау андай екен, мынау мындай екеннен бұрын сіз ойланып алыңыз. Бұл адамның иманы әлсіз. Әлі Алла тағаласымен байланысы әлсіз. Оның тақуалығы әлі ондай деңгейге жетпеді. Содан кейін ол не істеді? Басқа адам өзін махаббат қойған нәрселерін аңсап, жүрегі со жаққа қарай бұрылып кетіп, орамалын шешіп беріп жатырды. Бұл со ғана мәселе. Мәселе сода.